Бүгін химиялық реакцияны осындай приложение арқылы үйренетін боламыз. Неге бізде осындай стакан. Стаканға бірінші біз нені құямыз? Қышқыл құяйық. Қандай қышқыл? Аш хлор. Мінекей. Мына жерде міне аш хлор 8-ші нөмірде аш хлор басамыз. Құямыз мына шетінде. Міне 50 миллилитрден асып кетті. Біз көз мөлшерімен құйып жатырмыз. Енді мынандай негіз қосамыз. Аш хлорға калий уаш қосайық. Мінекей 6-ші нөмірде калий уаш. Реакцияға шабытты түрде реакция жүріп, көпіршіктер пайда болып жатқанын көруге болады. Бұл жерде, яғни қышқыл мен негіз арасында бейтараптану реакциясы жүріп, тұз және су түзіледі екен. Мінекей реакция теңдеулердің төбесіне көрсетілген. Және бізде калий OH пен H хлорды қосқанда калий хлор плюс H2O түзіледі. Мінекей өте шабытты реакция жүріп жатыр. Мінекей осындай керемет бағдарлама программа арқылы біз осындай реакцияны көзбен көріп отырмыз.